Ағайын, фуллерен дегеніміз не? Бұл негізі оттегі углерод. Углеродтың түрін өздеріңіз білесіздер. Углеродты мысалы искусственный алмас дейді ғой. Қатты қысыммен престейтін болатын болса, ол жаңа алмас болып шығады екен. Ал енді жай ғана престесе, ол жаңа қарандаштың басы графит болып шығады. Кәдімгі қағазға езіле беретін. Екеуі де углерод. Ал енді 85-ші жылы ғалымдар, химиктер сол үшін Нобелевский премия алды, фуллерен дегенді тапты. Бұл фуллерен графит пен алмастан айырмашылығы, бұның молекуласы шарообразный болады. Мысалы, ең белгілісі S60 деп аталады. Углеродтың 60 атомы футбольный доп бар ғой, сол доп секілді жиналған керемет дүние. Кереметтігі мынада. Мысалыға айтайық, темірге қосатын болатын болсаңыз, ол жаңағы темірдің әр атомын жаңағы сол шардың ішіне алып алады екенде. Жаңағы темірдің сталь дейді ғой, стальдың сапасын еселеп арттырады екен. Және де мынау жаңа пластикке неге қосып жатқан анау неше түрлі сынбайтын, үгілмейтін гидро, анау деген пластиктар шығып жатыр ғой, соның барлығында фуллерен бар. Ал енді ғалымдар қазір әлем бойынша жұмыс жасап жатқаны, бұны медицина тұрғыда да қолдануға болады екен. Нанотехнология ғой енді. Жаңағыдай қандай да болсын бір затты қабылдап жатқан адам, сонымен енді дәрі-дәрменді, сонымен бірге фуллеренді қолдайтын болатын болса, анау атомның ішіне алып, адамның ағзасының керек жеріне жеткізіп береді екен. Қараңыздар қандай дүние. Тағы бір керемет әсері, жаңағы 60 атом дедім ғой, 60 атомнан тұратын шар адамның ағзасына енген кезде оның размері өте кішкентай. Қандай да болсын клеткаға ене береді екен. Сол адам ағзасында свободный радикал деген болады. Біз енді мына қазіргі өмір сүріп жатқанда түрлі радиацияға шалдығамыз, неше түрлі электромагнитный мынау волны деген бар. Содан адамның ағзасында әсіресе мына қартайған сайын свободный радикал деген пайда болады. Солардың барлығы мына 60 атом өзіне жинайды екен. Губка сияқты өзіне жинап, ешқай жерге тоқтамай адамның ағзасынан шығып кете береді екен. Керемет дүние, қараңыздар. Енді толығырақ ақпарат керек болатын болса, осы видеоның астында сілтеме болады. Не болмаса әлеуметтік жүйеге салатын болсам, бұл видеоны профиль деген болады ғой, сол профильге өтсеңіздер, сол жерде сілтеме болады, сол сілтеме бойынша өтіп, толығырақ танысуға болады. Не болмаса, менің жекеме жаза беріңіздер. Лайк басып кетіңіздер, егер де әлеуметтік жүйеден қарап отырсаңыздар, қолдап кетіңіздер деген сияқты. Сау саламатта хабарда болайық.